love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. Ассалаумағалейкум, бро. Қалайсың, видеоға қош келдің. Айтпақшы, жастап жатқан оразыларың қабыл болсын. Бүгінгі видеомыздың тақырыбы бізде уважение туралы болады. Егер де сенде, досым, ақшан өте көп болса, және де сенің денең, телосложениең өте спортивный болса, онда, конечно, адамдардың барлығы сені уважать ететін болады. Ал бірақ сен егер де именно терең уважениеға ие болғың келсе, онда бұл жерде тек қана материалды дүниелермен шектелген дұрыс емес болады деп ойлаймын. Егер де сен адамдардың терең уважениясын алғың келсе, онда адамдар сені тұлға ретінде көре білгені дұрыс. Ал чтоб сен оларға бір жеке тұлға ретінде көріну үшін, сенде әрине міндетті түрде өзінің бір мнениең болу керек. Яғни сенде өзінің бір пікірің болу керек. Қазір саған оны түсіндіре кетемін қалай екендігін. Екі адамға бір сұрақ қойылды. Сіз томатный сок жақсы көресіз ба деген сұрақ қойылған болатын. Сол кезде бірінші адам былай жауап береді. Фу, томатный сок па? Вообще жек көрем. Вообще оны іше алмаймын, мен түсінбеймін. Вообще қалайша адамдар бұндай говноны іше алады деген сияқты жауап қайтарады. Ал екінші адам айтады. Ну, томатный сок былай қатты жаман емес, нормальный. Мен оны қатты жақсы көрмесем де, былай қатты жек көрмеймін де, в принципе, пайдалы ғой енді, сол үшін анда-санда ішіп тұрам деп жауап қатады. И осы кезде екі жауапқа қарай, қайсы адамды сен қаттырақ уважать ететін едің? Мен ойлаймын, сен бірінші адамды қаттырақ сыйлар едің. Потому что ол как минимум өзінің четкий мнениясын айтқан болатын. И осы екі адамның жауабына қарай, комнатадағы адамдар екіге бөлінеді. Біріншісі ол оны қолдайтындар, ал екіншісі оны қолдамайтын, яғни жек көретіндер. Бірінші адам айтқан болатын, мен оны жек көремін, мен томатный сокты іше алмаймын дейді. И осыған қарай кейбіреу айтады, иә, брат, дұрыс айтасың, мен де вообще іше алмаймын, мен түсінбеймін оны ішетін адамдарды, ол вообще барып тұрған дәмі онша емес қой деп айтатындар бар, оны қолдайтындар. Ал екіншісі айтады, ей, жоқ, сен дұрыс емес айтасың, қалайша ғана ондай пайдалы сокты сен жаман говноға теңеп жатсың, сен айтқан дұрыс емес деп оны жек көретіндер пайда болады. Ал екінші адамды қарастырсақ, ол нейтральный жауап бергендіктен ешбір адам оны жақсы көрмейді, ешбір адам оны жек көрмейді. Яғни оған полностью аудиториядағы адамдар оған равнодушие танытады. И осы жерде сен маған айту мүмкінсің. Ей, Нұржан, бірақ мен адамдар мені жек көргенін қаламаймын. Мен тек қана олар мені жақсы көргенін қалаймын деп айтуым мүмкін. Бірақ сен дұрыс емес ойлайсың, бауырым. Олай еш уақытта болмайды. Мен саған айтайын, любой крутой альфа жігіт, альфа самец комнатаға кірген кезде всегда комната екіге бөлінеді. Біріншісі оны қолдайтындарға, екіншісі оны іштей жек көретіндерге бөлінеді. Мен саған бір мысал келтірейін, сен бір қызды ұнатып жүрсің, ол сенің подружкаң. И сен онымен бірге күнделікті әңгіме соққан кезде, ол қыз саған қаншалықты өзінің жігіттің жек көретіндігін айтады. Ол постоянно саған жаловаться етеді, айтады. Әне, менің жігітім барып тұрған козел, ол еш уақытта мені тыңдамайды, ол всегда мені игнорировать етеді, всегда өз білгенін ғана жасай береді. Барып тұрған козел, сволочь, оңбаған деп, күнде саған оны жамандай береді. Яғни бұл жерден біз қарап тұрсақ, ана бір жігітпен ана бір қыздың ортасында қарым қатынасы -10-нан +10-ға дейінгі шкалада -8 деген значениеде жатыр. Яғни қыз оны полностью жек көреді, ол -8-де жатыр олардың қарым қатынасы. Бірақ стоит ли жана жігітке кішкене өз поведениясын жөндеп жіберсе, ана қыз қайтадан оған ғашық болады да, онымен ұйықтауға дайын тұрады. Ал жаңағы байқұс досы сен, ол сенімен еш уақытта ұйықтамайды, себебі ол қыз сені уважать етпейді. Қыздар тек қана уважать ететін еркектерді ғана жақсы көреді, және де уважать ететін еркектермен ғана төсектес болады. Ал жаңағы досында, френдзонада жатқан, ода шанс жоқ, себебі қыз оған деген равнодушный отношениеде.
яғни қыз оны жақсы көрмейді, қыз оны жек көрмейді. Қыз -10-нан +10-ға дейінгі шкалада онымен 0-де тұр. 0. Больше всего бұл өмірде қорқу керек сон 0-де болуға. Так что жігіттер, өзінің мненияларын айтуға еш уақытта қорықпаңдар. Біреуге ұнасын, ұнамасын, главное, лучше ол сені жек көрсін, лучше сенімен минусовой отношенияда бол, но главное 0-де болмасан болды, потому что 0 это мертвая точка, ал минустан плюсқа ауысу өте оңай. Бекер айтпайды ғой, от ненависти до любви лишь один шаг деп айтқан екен. Егер де сен бұл видеоның мотивін дұрыс түсінсең, саған бұл видео ұнап, түсінікті болса, онда лайк қойып, каналға подписка жасап, қолдау көрсете кет. Ал мен сенімен келесі видеоларда көрсетін болам. Сенімділігіңді жоғалтпа, жігітім. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry.